Әйел жылдар бойы балалар үшін таяқ жеп келді. Бірақ бір күні қызы көзі көгеріп үйге оралып, «Анашым, мен сен сияқты өмір сүріп жүрмін», деді. Ол баяғыда ақ айнаға қарауды қойған. Әуелі уақыты болмағаннан, кейін қарағысы келмегеннен, өйткені айнадан бәрібір сол бір шаршаған әйел көрінетін. Гримнің астына жасырылған көгерген іздер, баяғыда сөнген жанары, бір кезде ол өзін бақытты жар, жылы үйдің қожайыны ретінде елестететін. Үйінде күлкі, жайлылық, бауырсақтың иісі болады деп сенетін. Бірақ шындық қорқыныш пен үнсіздікке толы ұзын дәлізге, жабық есіктің артындағы айқай-шуға айналды. Күйеуі үйге үнемі кеш қайтатын. Үстінен арақтың иісі мүңкіп тұратын. Еденнің сықырлаған әрбір қадамы оның жүрегіне балғамен ұрғандай ауыр тиетін. Әйел білетін, егер үнсіз отырса, дауыл әлі жақындап келе жатыр. Егер жауап қатса, дауыл әлдеқашан басталған. Күйеуі әрдайым бір себеп табатын. Сорпаның тұзы көп, көйлектегі дақ, балалардың күлкісі ұйықтауға кедергі. Әйел шыдады. Балалары үшін шыдады. Маған қол көтерсін, тек оларға тимесе болды. Бар ашуын мен көтерейін, тек балалар әкесіз өспесін, деп ойлайтын. Көгерген іздерін үзіп, ұзын жеңмен жасыратын, көршілерге күліп тұратын, құрбыларына бәрі жақсы, жай ғана шаршаған дей салатын. Ал түнде оның жанында жатып, қаттырақ демалуға да қорқатын. Балалар бәрін түсінетін. Ұлын әкесі дауыс көтергенде селт етіп бөлмесіне кіріп кететін. Қызы болса анасына тығыла құшақтап, «Анашым, жылама», дейтін. Әйелдің жүрегі езіліп кететін. Олар үшін ол қалқан болуға дайын еді. Бірақ қалқан қақ айырылып, қабырға құлай бастаған. Күндер жылдарға айналды. Ал ол неше рет кетіп қалуға бекінді. Сөмкесін жинады, құжаттарын жасырды. Бірақ әр жолы бір тоқтататын. Балалармен қайда барамын? Ол мені тауып алса ше? Балалар әкесіз өссе, мені кінәламай ма? Қоғам әрқашан мұндай әйелдерді айыптауға дайын тұратын. Өзің кінәлісің, шыдасаң демек өзіңе ыңғайлы. Бірақ бір күні оның үнсіздікпен ұстап тұрған әлсіз әлемі қирады. Кәдімгі күн еді. Жұмыстан шаршап, аш боп қайтты. Бірақ бүгін тыныш болар деп үміттенді. Ас үйде сорпаның иісі шығып тұрды. Балалар мектептен келуі керек еді. Ол кешкі ас дайындап жатып, мүмкін бәрі түзелер, мүмкін ол өзгереді деп ойлады. Есіктің тарс еткені естілді. Үйге қызы жүгіріп кірді. Нәзік, қылдай ғана. Бірақ жүзі ағарып кеткен, көздері жасқа толы. Бетінде көзінің астында жаңа көгерген із тұрды. «Қызым, не болды?» Әй, қасықты түсіріп алып жүгіріп барды. Қызы жыламады, тек дірілдеп, дәптерлерін кеудесіне қысып тұрды. Және ол баяу, бірақ ананың жанын суырып алардай сөз айтты. «Анашым, олар итерді, мазақ қылды. Мен сен сияқты өмір сүріп жүрмін». Бұл сөздер анасының жүрегін қақ айырды. Баяғы жарасына пышақ тигендей болды. Ол не үшін шыдап келді, не үшін үнсіз қалды. Бәрі күлге айналды. Қарсы алдында тек қызы емес, өзінің бала күнгі бейнесі, өзінің тағдыры тұрды. Енді сол тағдыр қызының үстіне төніп келе жатты. Әйел түсінді, уақыт жетті. Бұдан әрі үнсіз қалу сатқындық, бірақ не істейтіні ешкімге белгісіз еді. Ол түні көз ілмеді. Қызының сөзі құлағында сыңғырлаған сынық, қоңыраудай қайта-қайта жаңғырып тұрды. «Анашым, мен сен сияқты өмір сүріп жүрмін». Әйел ас үйде қараңғыда әрі-бері жүрді, қолы қалтырап, жаны қақ айырылғандай. Ол түсінді. Бұл енді тек өзі жайлы емес, оның үнсіздігі балалар үшін де кісенге айналған. Таңертең күйеуі басы ауырғаннан күңкілдеп
ас үйге кірді. Бірақ ол оған қарамады да, алдына табақ қойып, тек бір ауыз сөз айтты. «Же!» Даусы бос, бірақ алғаш рет дірілдеген жоқ. Күйеуі таңырқап қарап, мысқылдай күлді. «Саған не болды? Тілің шығып қалыпты ғой». Әйелі үндемеді. Сол күні балалар мектепке кеткен соң, ол шкафтан баяғы ескі сөмкесін шығарды. Бұрын талай рет жинап, бірақ соңғы сәтте жасқанған сол сөмке. Киім, бірнеше сурет, сүлгінің арасына жасырған құжаттар, жүрегі атқақтап тұрды. Бірақ есік сарт етіп ашылды да, ол табалдырықтан күйеуін көрді. Ерте келіпті, көздері қанталап кеткен, беті ісінген, ашуы өшіп барады. «Қайда барасың?» Аяғы дір етті. Бірақ сол сәтте қызының бетіндегі көгерген ізі көз алдына елестеді. Әйел кеудесін тіктеп, бұрын өзінен шықпаған үнмен айтты. «Біз кетеміз, мен де, балалар да, болды». Күйеуі қарқылдап күлді де оған қарай қадам басты. Бірақ дәл сол сәтте бөлмеден қыздың даусы естілді. «Әкем, анама енді қолыңды тигізбе». Қыз босағада тұрды, жұдырығын түйіп, қалшылдап, бірақ көзінде от бар. Жанында інісі, кішкентай болса да әпкесінің қолын мықтап ұстап алған, қорықпай қарсы тұрған екі бала. Күйеуі сәл абдырап қалды. Сол сәт жеткілікті еді. Әйел сөмкесін алып, балаларымен бірге шығып кетті. Арттарынан тарс етіп жабылған есік азаттықтың айқайында естілді. Вокзалға дейінгі жол үрей мен жеңілдіктің араласқан сәті болды. Олар тез жүрді. Артқа қараған жоқ. Көшедегі адамдар әртүрлі қарады. Бірі таңдана, бірі бейқам. Әйел балаларын қолынан ұстап, бірінші рет өзін жалғыз сезінбеді. Олар әпкесінің үйіне жетті. Басқа ақшам ауданда тұратын. Есікті ашқан әпкесі оларды көріп аң-таң болды. «Құдай-ай, саған не болған? Бәрі бітті. Мен қаштым». Сол сәтте әйел көп жылдан кейін алғаш рет шынымен жылады. Жастыққа басын тығып сыбырлап жылайтын баяғы жылау емес, жылдар бойғы азапты жуып кеткен көз жасы. Әпкесі көп сұрақ қоймады. Дастархан жайды, балаларға таза киім әкелді, ұйықтатып қойды. Бірақ түнгі қорқыныш әлі аяқталған жоқ еді. Ертеңінде телефон безілдей берді. Күйеуі айқайлап, қорқытып, жалбарынып қайтадан қорқытты. Әйел дірілдеді, бірақ көтермеді. Әпкесі тұтқаны алып қысқа қайырды. «Тағы қоңырау шалсаң, полицияға барамыз». Келесі күні олар шынымен полицияға барды. Әйел алғаш рет өз басынан өткенді бейтаныс форма киген адамдарға айтып берді. Қолдары қалшылдап, ұялып, өзін басқа біреудің өмірін айтып тұрғандай сезінді. Бірақ полицей мұқият тыңдады. Көзінде келемеж емес салмақ бар еді. «Ханым, сіз жалғыз емессіз, бұл сіздің кінәңіз емес», деді ол. «Біз арыз қабылдаймыз». Осы сөздермен оның алдында көрінбейтін есік ашылды. Келесі күндер қиын өтті. Балалар түнде шошып оянатын. Қызы түсінде әкесінің қуып жүргенін көретін. Ұлы қайта-қайта «Ол бізді мұнда тапса ше?» деп сұрай беретін. Әйел екеуін бауырына қысып, «Мен барда сендерге ешкім қол тигізбейді» деп сыбырлайтын. Күндер өте өмір қайта бояла бастады. Балалар мектепке қорықпай бара бастады. Күлкілері оралды. Әйел шағын болса да адал жұмыс тапты. Көшеде енді жиі басын көтеріп жүретін болды. Ешкім оның ұятын оқып қоятындай сезім болмады. Бір кеште олар бізге ас әзірлеп жатқанда қызы қасына келіп, «Анашым, білесің бе, мен енді сен сияқты өмір сүрмеймін. Енді сенің қасыңда өмір сүріп жүрмін» деді. Бұл сөздер ана жүрегіне батасын бергендей әсер етті. Күйеуі болса іздеуге тырысты. Адамдар жіберді. Мас күйінде әпкесінің есігін торыды. Бірақ әр жолы көршілер мен полиция қарсы алды. Бара-бара жалғыз қалды. Қолында тек бөтелке мен ашудан басқа ештеңе қалған жоқ. Ал әйел болса көп жылдан кейін алғаш рет еркін демалуды үйренді. Балаларының көзінен енді қорқыныш емес, үміт көретін болды. Әр таң сайын олардың мектепке беттегенін көргенде жүрегінде бір сенім оянды. Ол дұрыс қадам жасаған. Енді ол үнсіз құрбан емес, ол балаларын да өзін де құтқарған ана еді. Жүрегінде жылдар бойы қаптаған қараңғылықтың орнына қайтадан кішкентай болса да шынайы жарық жанды.